Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз ұбт-да келетін теңсіздіктерге байланысты есептерді шешетін боламыз. Алғашқы есеп логарифм 7 негізде 3х плюс 1 үлкен немесе тең 2-ден. Яғни біз логарифмді шешкен кезде бұл жақты логарифмді аламыз, яғни оң жақты. Бұл жерде не болады? Логарифм 7 негізде 7-нің квадраты болып кетеді. 2 дәрежеге айналып кетеді, міне 2 деп тұр. Әрмен қарай, бұл жерде логарифм 7 пен логарифм 7 қысқарып кетеді да, сол кезде біздің қалатыны 3х плюс 1 үлкен немесе тең 7-дің квадраты ол 49-ға тең. Және де логарифмдік теңсіздіктерді шешкен кезде міндетті түрде анықтау обысын аласыз, яғни жақшаның ішіндегі санымыз 3х плюс 1 үлкен 0-ден болады, ол міндетті түрде. Енді мына теңсіздіктерді шешеміз жеке-жеке, біріншісін шешіп көрейік. 3х үлкен немесе тең 48-ден болады. X үлкен немесе тең 16-тан. Екінші теңсіздігіміз ол не болады? 3х үлкен минус 1-ден болады, мына жақта плюс 1. X үлкен минус 3-тен 1-ден. Енді бұны біз аралықтарға саламыз. Сол кезде бірінші минус 3-тен 1-ді орналастырайық, оны мен боямаймын. Әрмен қарай 16-ны орналастырып, оны мен бояймын. Так, біздер не дейді? X үлкен минус 3-тен 1-ден дейді, яғни оның 10 жағы боялады деген сөз. X үлкен 16-тан 10-ның да 10 жағы боялады. Аралық бізде 16-дан плюс шексіздікке дейінгі аралық шықты. Енді бізге сұрақ бұның ең кіші бүтін шешімін квадратын табыңыз. Ең кіші бүтін шешімі бізде жақша 16 кіріп тұр, сондықтан 16-ның квадраты ол бізде 256-ға тең. Жауап Д нұсқасында. Егер де айта кететін жайт, 16 былай жақша емес болса, тік жақша болмаса, онда осының алдындағы сан алынады. Яғни 17-дің квадратын ол кезде табушы едіңіздер. Кеттік, әрмен қарай келесі есеп. Мына есептің жалпы бөлшекпен берілген теңсіздігінің 10 бүтін шешімдерін табыңыз дейді. Қызық есеп, барлығын сол жаққа көшіріп алайық. Оң жақта тұрған санды 4 плюс 5 минус x бөлінген 3 минус 6 7 минус x үлкен 0-ден. Мына жаққа барлығын көшіріп аламыз. Ортақ бөлім 12 болады. Мына жақтан 3-тен береміз, мына жақтан 4, мына жақтан 2-ден береміз. Енді барлығын көбейтіп шығамыз. 3х минус 9 плюс 20 минус 4х. Мына жерде ескеретін жайт бар. Минус 14, минус 2 минус х болады, бұл плюс 2х-ке айналып кетеді. Кіші 0-ден. Енді барлығын жинақтаймыз. Жинақтайтын 3х пен 2х-ті және де минус 4х-ті жинақтау керекпін. Ол кезде 3х-тен 4х-ті азайтсақ минус х болады, ар жақтағы 2х пен ол бізде тек қана х-тің өзі қалады. Кіші болады минус 9 плюс 20 11 болады. 11-ден 14-ті азайтсақ минус 14-ті ол минус 3 болады. Теңсіздіктен 10 жағына көшкен кезде минус 3 бізде плюс 3-ке айналып кетеді. Яғни х кіші 3-тен болады. Бұл сан аралығына салайық. 3 саламыз боямай. X кіші болғандықтан оның сол жағы боялады. Сіздердің сол жақтарыңыз боялады. Сол жақ, оң жақ. Сонда сол жақ боялады. Енді бізге теңсіздіктің 10 бүтін шешімдерін тап деп жатыр. Мына жақта қараңдаршы, 3 кірмейді жауапқа. Себебі боялмаған 2, 1, 0, минус 1 деп минус шексіздікке дейін кете береді. Бірақ бізде 10 бүтін шешімін тап деп жатыр. Сондықтан бүтін шешімге ол 2, 1, 0 келеді. Бірақ 0-ді мына жерде 10 бүтін шешім деп атқасын, 0-ді алмайсыздар. Тек қана 1 мен 2. Сол кезде жауап С, сосын H болады екен міне. Бояу қайдан білесіздер? Егер x жалпы x болсын қандай таңба мынандай келіп болатын болса, немесе x кіші деп келетін болса, яғни ешқандай мұндай жай әшейін теңсіздік болатын болса, ол кезде боялмайды. Ал x үлкен немесе тең, x кіші немесе тең деп, тең деген сөзбен келетін болса, онда біздің берілген аралық боялады деген сөз. 3 болатын болса, 3-ті қоюлатып бояп қоясыздар. Жақсы, кетті, келесі есеп. Теңсіздігін бүтін шешім табыңыз. Бір қызығы модульмен берілген. Бірінші бұл есепті шығармастан бұрын берілген теңсіздікті өрнектеп аласыздар. 2020, так, минус 2019 бері қарай көшіріп алып келемін да, кіші түбірасты, модуль ішінде x-тен. Мына жақтан 1 шығады, яғни модуль x бізде 1-ден кішкентай. Енді бұны дұрыстап жазып үшін былай жазылайық. Модуль x кішкентай 1-ден. Мына белгіге қарап қойыңыз, мынаны оқыңыздар. Оқысақ 1, модуль ішінде x кіші деп жатсыңдар. Сондықтан мен оны сіздерге түсінікті болу үшін x-ті бірінші жазып, бұны дұрыстап жазып алдым.
Енді бұны не істейміз? Модуль болған соң екі түрлі жағдайда ашамыз. Яғни x үлкен кіші 1-ден деп ашамыз, және де x үлкен минус 1-ден деп мына 1-дің терісін аламыз. Болды, бұны тек сан аралығына салу қалды. Так, біріншісі минус 1-ді орналастырайын мына жерге. Ал мына жерге 1-ді орналастырайын. Так, 1 бізде x-тан үлкен болып тұр, сондықтан оны сол жағы қояды. Яғни x кіші болып тұрғасын, x кіші болса, сол жақ қойылады. Ал мына жақта x екіншісінде x үлкен деп тұр, сондықтан оның минус 1-дің 10 жағы болады. Екеуінің қиылысқан жері ол минус 1 мен 1-дің аралығына. Енді бізге не деп жатыр? Теңсіздіктің бүтін шешімдерін табыңыз. Бүтін шешімі минус 1 мен 1-дің арасында қандай сан бар? Ол бізде 0 бар, сосын 2 бар. 2 жоқ, 2 кірмейді аралыққа. Тек қана 0 деген бүтін шешім бар. Сондықтан жауап G нұсқасы болады екен. Алдыңғы есепте 10 бүтін дегенде біздер 0-ды алмадық. Ал мында бүтін дегесін уже 0-ды аласыздар. Келесі есеп. Тағы да модульмен берілген, жаңағыдай модульділік берілетін болса, оны біздер екі түрлі жағдайда ашамыз. Дәл осылай көшіреміз біріншісін, екіншісі не болады? Плюс x үлкен еместен мына 2-ні минус 2, яғни терісін жазамыз. Әрмен қарай, мына жерде өрнектейік, яғни x кіші неместен минус 3-тен болады, 2-ні 5-ті мына жаққа минус 5 деп көшіресіздер. Ал мына жақта x үлкен минус 7-ден болады, иә? Себебі 5-ті мына жаққа минус 5 деп көшіргенде минус 2 минус 5, ол минус 7-ні береді. Сан аралығына саламыз. Минус 7-ні бірінші орналастырамыз. Білесіздер, теріс сандарда бірінші былай айтқан кезде үлкен сандары орналасады. Енді оқитын болсақ, x үлкен 7-ден деп жатыр, яғни оны 10 жағы қойылады. Екіншісі x кіші минус 3-ден деп жатыр, оны сол жағы қойылады. Екеуінің қиылысу нүктесі міне көрініп ақ тұр. Минус 7 мен тік жақша, ал жақшалары да маңызды. Минус 3-ке дейін. Мына жерде жақшалары да маңызды. Бұл жауап бізде D нұсқасында болады екен. Кеттік әрмен қарай. Төмендегі жауаптардың ішінде теңсіздіктердің шешімдер жиынын құрайтын аралықтарды көрсетіңіз дейді. Мына жерде птичка оқымаған, бояған, кезінде біреу талдаған, сол дұрыс па, дұрыс емес пе? Көрейік ал. Логарифм берілген, көрейік ал логарифм жауап. Логарифм x плюс 1-дің квадраты кіші неместен ln 1 деп тұр. Кез келген ln деген тоже логарифм. Кез келген логарифм a негізде 1, ол неге тең болады? 0-ге тең болады. Сондықтан мына жерге 0 деп жазамын. ln 1 ол бізде 0-ге тең. Әрмен қарай, мынау бізде мана логарифмге байланысты теңсіздіктер шығардық. Сол теңсіздік не істеуші едік? Анықталу облысын аламыз. Яғни x плюс 1-дің квадраты үлкен болады неден? 0-ден. Екіншісі не болады? Екі жақты да логарифмда, LG деген ол 10-дық логарифм. Логарифм 10 негізде деген сөз, ол LG деген сөз. Ал логарифм E негізде деген сөз, ол бізде ln деп келеді. Оны да ескере жүріңіздер. Әрмен қарай, екі жақты да логарифмдасам, мына жерге дұрыстап жазып алайын. Логарифм x плюс 1-дің квадраты кіші неместен логарифм 10 негізде 0 дәреже. 0 дәрежеге етіп қалды міне. Логарифм 10 негізде, логарифм 10-ның 0 дәрежесі деп. Сол кезде мына логарифм мен логарифм қысқарып кетеді. Сол кезде бізде x плюс 1-дің квадраты, ал кез келген санның 0 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. Яғни a негізде 0, ол бізде 1-ге тең. Сондықтан 10-ның 0 дәрежесі ол да 1-ге тең. Міне, осындай жүйені шешетін боламыз. Әрмен қарай, біріншісіне жақшаны ашайық. a плюс 1-дің квадратын x квадрат плюс 2x плюс 1 үлкен 0-ден. Екіншісі x квадрат плюс 2x плюс 1 кіші 1-ден деп. Осы жүйені шығаратын боламыз. Бұл жерден дискриминант шығарсаңдар болады, немесе виетті пайдалансаңдар болады. Мен виетті пайдалансайын. Бұл жерде минус 1 мен минус 1 болады біріншісінде. Екіншісінде x1 мен x2 бізде минус 1. Мына жерде не істейді? 1 мына жаққа көшеді, сол кезде қараңдар. X квадрат плюс 2x кіші 0-ден болып қалады. Бұл жерден сіздер x жақшаның сыртына шығарып жібересіздер. X плюс 2 болады. Кіші немесе тең 0-ден. Әрқайсысын 0-ге теңестіресіздер. X-тен 0 мына сыртындағы, x-тің жақшаның ішіндегі x-тен минус 2 болады. Яғни осы аралықты, мына аралықты қажет емес. Осы жерге аралықтарды салайық. Так, минус 1 мен минус 1-ді 2 рет саламыз. Одан уайымдамаңыз. Бұл жерде проблема жоқ. Оларды біз боямаймыз. Себебі оның таңбасы жаңа айтып кеткендей жай таңба болып тұр. Минус 1. Бұның қазір таңбасын қоямыз, уайымдамаңыздар. Пока әрмен қарай не ол? Минус 2 ол минус 1-дің ар жағында орналасады. Оны біз бояймыз. Себебі мына жерде үлкен немесе тең деген белгі тұр.
Ал 0 ол минус 1-ден үлкен, сондықтан оны сәл минус 1-дің үстіне қарай саламыз, ар жағына қарай. Таңба міндетті түрде оң жақтан баса плюс минус плюс деп чередованиямен кетеді. Плюс минус плюс. Енді қай жақта бояймын деген сөз неге тоқтайық мәселеге. Біріншісіне не деп жатыр біздер? Бірінші теңсіздігімізде x үлкен 0-ден деп жатыр. Сондықтан плюс аралықтар боялады мына жерде. 2 плюстер минус 1-де. Ал 0 мен минус 2 не деп жатыр? Қараңыздар. Ол мына жерде болса x кіші 0-ден деп жатыр. Соның оның теріс жағы боялады деген сөз. Екеуінің қиылысу нүктесі міне көрініп ақ тұр. Минус 1-ден 0-ге дейін, минус 2-ден минус 1-ге дейін. Мұнда бет жазатын болсақ, тік жақша минус 2-ден минус 1-ге дейін жай жақша, бірігуі жай жақша минус 1-ден 0-ге дейін тік жақша болады. Ондай жауаптар бар ма? Так, минус 1-ден 0-ге дейін в нұсқасында тұр. Келесі минус 2-ден минус 1-ге дейін міне h нұсқасында тұр. Яғни бізде жауап v мен h болады деген сөз. Мыналар сонда дұрыс емес деген сөз. Кеттік әрмен қарай. Бұл теңсіздікті шешіңіз дейді. 5-ші есеп. Бұл есепті шешкен кезде тағы да бір ескеретін жайлықтар бар. Әйтпесе бұлай оп-оңай есеп. Так, дәрежелермен жұмыс істейміз. 7-тен 2 x квадрат плюс x кіші немесе тең. 49-дан 4 деген сөз, ол бізде 7 мен 2-ның квадраты деген сөз қой. Сол квадратты мына минус x минус 1 дегенге көбейтіп жібереміз. Ереже бойынша мұндай бар ғой. n болатын болса, бұл екеуі көбейтіліп кетеді деген дәрежеге байланысты ереже бар. Сондықтан мен қазір көбейтіп жібереміз. Сол кезде не болады? 7-тен 2-ның x квадрат плюс x кіші немесе тең 7-тен 2-ның минус 2x минус 2 деген есеп шығатын жақшаның ішіне кіргізіп жүрмін, жеке-жеке көбейтіп. Енді бір ескеретін жайт, бұл жерде осындай есептерді шығарып жатқан кезде берілген санымыз, 7-тен 2 деген санымыз, егер де бірден, қандайда бір a деген сан бірден кіші болатын болса, онда бізде таңба өзгереді. Таңба өзгереді. Мына жерде үлкен кіші немес тең деп тұрса, бұл жерде үлкен немес тең деген өзгереді. Ал егер де a бізде бірден үлкен болатын болса, онда таңба бізде өз орында қалады, яғни өзгермейді деген сөз. Мына жерде қарасаң, 7-тен 2 ол бізде 0 деген сан шығады. 0,2-ден 2 деген жуықтап алатын болсақ, сондай сан шығады. Сондықтан мына жерде таңбамыз қазір өзгеріп кетеді. Қараңыз, сонда мына нелер қысқарып кетеді, 7-тен 2 мен 7-тен 2. Мына жерде қалатын тек қана дәрежелер x квадрат плюс x болады. Керек емес. Үлкен немесе тең деп таңба өзгеріп кетеді. Минус x минус 2. Енді бұның барлығын бір жаққа жинаймын. X квадрат плюс x минус x мына жаққа плюс 2x деп көшіп келеді. Минус 2 мына жаққа плюс 2 деп көшіп келеді. Үлкен немесе тең 0-ден. Жинақтасам x квадрат плюс 3x плюс 2 үлкен немесе тең 0-ден. Бұл дискриминант немесе ветпен шығарсаңыздар да болады. Ол минус 2 мен минус 1-ді береді. Қоссақ минус 3. Болды, есеп шықты. Енді бұны тек сан аралығын салу ғана қалды. Сан аралығын салатын болсақ, бірінші минус 2-ні белгілеймін, одан кейін минус 1-ді белгілеймін. Екеуі неге бір аралыққа белгілеп жатыр? Себебі екеуі де бір есептен шығып тұр. Екеуін бөлек-бөлек салып жүрмеңіздер. Плюс, минус, плюс. Так, нені бояймын? Таңба өзгеріп кетті ғой бізде. Не деп жатыр? Соңғы берілген теңсіздігімізге қараймыз. Мына жерде ескеретін жайт, кейбір оқушылар айтуы мүмкін, бұл жерде дискриминант шығармастан бұрын берілген теңсіздікті, квадратты теңсіздіктерді 0-ге теңестіріп аламыз. Ондайда егерде бақылау жазатын болса, өйстіп жазу керексіздер. Так, 0-ден үлкен деп жатыр, яғни 0-ден үлкен болатын болса, біздер плюстарды бояймыз. Есептің жауабы шығып тұр. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін тік жақша, бірігуі тік жақша минус 1-ден плюс шексізге дейінгі аралықтарды қамтиды деген жауап шығады. Сонда жауап міне д нұсқасында тұр екен. Ол есеп шықты. Осымен теңсіздіктерге байланысты есептер аяқталды. Келесі шығарылым біздер теңсіздіктер жүйесіне байланысты болады. Жақсы, сау болыңыздар. Егер де ұнап жатырса видео, лайк басуды және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.